Қызылша шырынының негізінде емдік қасиетін білесіз бе? Мен айтатын жет ауру мазалайтын болса, қызылша шырынын ішуге кеңес беремін. Оны дайындау үшін тек қана 5 минут уақытыңызды алады. Нәтижесінде тұла бойыңызды билеген аурудан әп-сәтте айығасыз. Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті орасан зор деседі. Тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен екен. Қызылша жемісін шикідей де, пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес, бірнеше дертке дауа. Мұны дәрігер де, бүгінгінің ғалымдары да жоққа шығара алмайды. Сонымен, қызылша шырынының нақты қандай ауруларға шипа болатын туралы баяндап өтетін боламын. Ендеше кеттік. Біріншісі, ангинаны емдейді. Яғни тамақ ауруларының кез келген түріне қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз ағзаға, ішекке, бауыр мен бүйрекке, несеп жолдарына ем болады. Тамақ ауырып, жөтел асқынғанда еш ойланбай қызылша шырынымен тамағыңызды шаясыз. Ал мұрын бітеліп, гайморит мазалағанда қызылша шырынынан 5-6 тамшы тамызасыз. Бұл ем 3 рет қабылдаған соң-ақ керемет нәтиже береді. Ал баспаны емдеу үшін бір дана шикі қызылшаны қабығынан тазартып, үккіштен өткізесіз. 1 стакан езілген қызылшаға 1 ас қасық алма сірке суын араластырып, тұндырып қоясыз. Шамамен 30-40 минуттан соң тұнбаны қабатталған дәкенің көмегімен сығып аласыз да, дайын болған шырынның 1 ас қасығын ішіп, қалғанымен тамағыңызды шаясыз. Екіншісі, қанды көбейтеді. Яғни қан аздық кезінде де ең керемет ем болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін 1 стакан қызылша шырыны мен 1 ас қасық табиғи таза балды араластырып, күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластырып ішетін болсаңыз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді, әрі қуатыңыз да артады. Үшіншісі, миды жасартады. Негізінде жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап, өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгінгеніңіз абзал. Егер күніне 1 стакан балғын дайындалған қызылша шырынын ішетін болсаңыз, онда ми жасарып, жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем болып көрінеді. Егер күніне 1 стакан балғын дайындалған қызылша шырынын ішетін болсаңыз, онда миыңыз жасарып, жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем болып көрінеді. 1 стакан қызылша шырыны қан қысымын қалыпты ұстап, көңіл-күйді көтереді. Егер де біз ұсынған емді үзбей қабылдайтын болсаңыз, оң нәтижесін 6 айдың ішінде анық байқайтын боласыз. Келесі, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішетін болсаңыз, бауыр ауруынан бір жолата құтылуға болады. Ал қалай ішу керектігіне назарыңызды салыңыз. Ем үшін күніне 3-1 стакан қызылша шырынын ішесіз, оған қоса 100 грамм шикі қызылшаны үкіштен өткізіп жейсіз. Қызылшаның құрамындағы бетайн деп аталатын заты бауырдың жұмысын жеңілдетеді, сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруға керемет ем болады. Бұлшықетті қалпына келтіреді. Қызылша шырыны бұлшықеттің ауруын басады, әрі қатайтады. Спортпен айналысатындарға күніне кем дегенде 200 грамм балғын қызылша шырынын ішуге кеңес беремін. Физикалық жаттығу, үзіксіз қозғалыс, ауыр зат бұлшықетке салмақ салады. Ал оны қайта қалпына келтіретін бірден-бір ем қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Егер сізде онкологиялық аурулардың белгілі біліне бастайтын болса, дереу қызылша шырынын ем ретінде қабылдауды әдетке айналдырыңыз. 7 күн үзбей ішіп, қайта тексеруден өтіңіз. Өз көзіңізге өзіңіз сенбейтін боласыз. Өйткені қызылша шырыны сіздегі онкологиялық клеткаларды қалпына келтіріп, аурудың алдын алады екен. Және де соңғысы шлактан тазалайды. Қызылша шырынының көмегімен ағзаны улы заттардан, шлактан тазалауға болады. Ол үшін аш қарынға 1-2 ас қасық қызылша шырынын ем ретінде қабылдаңыз. Арада 3 күн өтісімен-ақ кіші дәретіңіздің түсі өзгеріп, бауыр мен ішектің жұмысы жақсара бастайды. Нәтижесінде теріңіз жасарып, ағзаңыз шлактан тазаратын болады.